біз ілім алу арқылы өзіміз дәрежеміз көтеріледі. Және сауабымыз шексіз болады. Сол ілімге кеткен уақытыңыз сіздің, имам Әш-Шафи айтады ғой, Алла жолында кішкене бір ілім алғанның өзі дейді, қаншама нәпіл намаздардан артық дейді. Қаншама нәпіл намаздардан артық дейді. Және ілімсіз жасалған тақуалық бос дейді. Білмейді, өзі білмейді, бірақ тақуалық өте береді. Ол да дұрыс емес. Ілім алу керек, тақуалық өте керек. Сондықтан да, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху айтты ғой және бір хадисінде. 3 амал қайтарылмайды деді. Сауабы тоқтамайды деді. Біріншісі деді, жария садақа деді. Елге көпір сал, елге бір иілгені бір нәрсе сал, елге бір нәрсе салып кет. Халық пайдаланады. Сол халық пайдаланады. Әр пайдаланса сізге салып келе береді. Сіз өліп кетсеңіз де. Екінші амал. Ілім алып, қараңыз, ілім деп отыр. Ілім алып, сол іліммен шәкірт дайындағандар. Тоқтамайды ол. Ол шәкіртіңіз шәкірт дайындайды, сонымен сөйтіп жалғасып кете береді. Ал үшінші, уалана салихан. Салихалы ұрпақ, иманды ұрпақ. Сіз бала шағаңызды дұрыс салиха етіп тәрбиелесеңіз. Ал оған да не керек? Оған да ілім керек қой, құрметті ағайын. Егер сіз іліміңіз болмаса, сіз қалай ол тәрбиелейсіз? Қалай ол балаңызға сіз ақыл айтасыз? Қалай оған сіз бағыт бересіз? Демек, оған да ілім керек. Оған да ілім керек. Өйткені Аллах Тағала Құран кәрім аятында ең алғашқы аят иқра, оқы деп айтып еді. Демек, адам оқумен, ілім алумен дәрежесі көтеріп жәннатқа тез барады дейді. Сондықтан да, құрметті ағайын, біз иншалла осындай өзіміздің Аллах Тағала біздерге қандай жеңілдіктер беріп қойды. Қандай жеңілдіктер беріп қойды жәннатқа баруымыз үшін. Сауап алуымыз үшін қандай жеңілдіктер берді. Енді біз соны ұстанбаймыз ба? Сонда өмірге келудің мәнісі не дейді? Өмірге келудің мәнісі сол Аллах Тағалаға ғибадат жасап, Аллах Тағалаға шынайы тақуалық ету, Аллах Тағаланың тыйылғаннан тыйылып, әмірлерін орындау. Ал енді бізге сол тыйылғаннан тыйылу, әмірлерден орындалуымыздың өзі үшін не керек? Және ілім керек. Және ілім алуымыз керек біз. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ілім ол тал бесіктен жер бесікке дейін деді. Демек, туылғанымыздан бастап, анашым, анау не? Әкешім, мынау не деп бастайды кішкентай баламыз. Оның өзі ілім алу. Сұрайды. Сондықтан да, құрметті жамағат, біз сондай ниет етейік иншалла. Сондай ілімге деген. Демек, ілімнің түбі ол жәннат екенін біз ұмытпайық. Ілімнің түбі жәннат екенімізді ұмытпайық, құрметті ағайын. Аллах Тағала біздерді әрқайсымызға сондай пайдалы ілімдерден беруді нәсіп етсін. Және соны бойымызға сіңіріп, сол ілімдерімізге шынайы амал етуімізді нәсіп етсін иншалла. Сондықтан да, құрметті жамағат, иншалла, осындай жерде тыңдап, уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін Аллах Тағала өте сауаптан жассын. Аллах Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағала да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен сондай ізгілік жолдарда жүруімізді нәсіп етсін иншалла. Сондай бір Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, әл-мәр'у ма'a ман ахабба. Әркім өзінің сүйіктісімен бірге болады дейді. Қазір иншалла біз Рабиул ауал айындамыз, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям туылған мәулид айындамыз. Аллах Тағала осы айды, сондай бір Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бізді жақсы тануымызды, және сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінен көптеген ғибрат алуымызды бізге нәсіп етсін. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қияметте, жәннатта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көршісі болуымызды Аллах Тағала деді. Әрқайсымызға нәсіп етсін иншалла. Ва ахир дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Алла разы болсын иншалла. Жақсы.